Қайырлы кеш, курсқа қатысушылар. Бүгін біздің сабағымыз басталды. Бізде үшінші сабақ. Бірінші сабақта біз барлық білім берудегі сіздердің көмекші құралдарыңыз, яғни білім беру платформаларымен таныстық. Робототехникада қандай сайттар бар, қандай бағдарламалық қамтамасыз ету құралдары бар. Солардың біразымен сіздерді таныстырып өткен болатынмын. Және де бірінші сабақтың ортасында мен сіздерге осы 6 детальдан, лего детальдарынан үйректің моделін құрастыруды тапсырған болатын. Енді әрқайсысы әртүрлі жасауы мүмкін. Мынау бізде үйректің басы болсын, иә? Мынау мойны болады бізде. Мынау денесі болсын. Мынау бізде аяғы болады. Енді сіздер қалай жасадыңыздар? Mail.ru-да, облакада мен сіздерге доступ бергенмін, файл жүктейтін. Сол жерге жүктесеңіздер болады. Фамилияларыңызбен, аттарыңызбен сақтап қоямын. Сол папкаға жүктесеңіздер болады. Біз осылайша үйрек жасадық. Сіздер басқа модель жасайды деген үміттемін. Себебі группада 6 адам болса, 6 адамның екеуінде бірдей модель шығуы мүмкін, бірақ барлықтарыңыз бірдей воображениені қоса алмайсыздар деп ойлаймын. Яғни модельді жасар кезде сіздер алдын ала осы үйректі өздеріңіз елестетулеріңіз керек болатын. Екінші күні біз сіздермен осы бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарын орнатқан кезде қандай қиындықтар туды, сол қиындықтарды қарастырған болатынбыз. Яғни екі әріптесіміз қосылды. Олар өздерінің қиындықтарын айтты, қандай қиындықтар кездескенін айтты. Яғни LDD орнататын кезде Windows 10 болса, міндетті түрде Adobe Flash Player-дің орнатылуын сұрайды екен. Екі версиясын мен облакаға жүктеп қойған болатынмын. Қазір мынаны алып тастаймын. Так. Сіздерде установочный файлы деген облакада папка бар. Курс робототехника с нуля. Работа учащихся деген папкаға сіздер өздеріңіздің модельдерін жүктей аласыздар. Мына жерде папка жасауға болады. Мен сіздерге алдын ала құрып қоямын. Әрқайсыңыздың фамилияларыңызбен. Немесе Google Classroom-ға, бірақ Google Classroom-нан кемшілігі ол жерде сіздердің егер файл жүктейтін болсаңыздар, дисктарыңыз тез толып қалады. Сондықтан мен осы дайын дискті, менде орын көп, осы дискті сіздерге арнаймын. Яғни сіздердің жұмыстарыңызға және сіздерге беретін барлық материалдарды осында жүктейтін болам. Так, установочный файлға кіреміз. Мына жерде мынау бірінші орнатып көрсек, бұл орнатылмады Windows 10-ға. Екінші мынаны орнатып көрдік. Ол да орнатылған жоқ. Яғни бізде үшіншісі бар. Setup LDD PC 4312 деген нұсқасы. Осыны орнатамыз. 4312 exe дегенді. Яғни мына екі LDD-дің установочный пакеттері, яғни орнату пакеттері сіздерде орнатылмаса, Windows 7 кімде орнатылған, сол кісілер жүктеп алады. Бұл жерде қосымша тағы да библиотекалар бар, модельдер. Мына жерде жоқ детальдар. Так, содан кейін Lego Mindstorms деген папканың ішінде сіздерге Classroom, жаңадан шыққан, оны сіздер сайттан да жүктеп аласыздар, немесе осы жерден де жүктеп алуға болады.
Сонымен қатар EV3-дің барлық қосымша файлдарын жібердім. Бұл жерде космические задания, физические эксперименты, сосын инженерный деген үш қосымша бөлігі осының ішінде. Жақсы, біз қиындықтармен жұмыс жасадық. Барлық программаларды орнату керек программаларды сіздерге WhatsApp группаға жіберген болатынмын, орнатып алсаңыздар болады. Енді біздің үшінші сабағымызды бастайық. Бізде Virtual Robotics Toolkit. Және де мен алдыңғы сабақта айтып кеткен болатын, сіздердің мынау Virtual Robotics Toolkit, мендегі Virtual Toolkit'стан кішкене өзгеше. Менікі 2020 жылға нұсқасы болғандықтан кейбір қазір мынаны ашайық. Кейбір проекттар бізде жоқ, мына жерде шаблондар бар. Дайын шаблондар сіздерде мына песочницадан басталады. Апартмент клинап деген тапсырма бар мына жерде. Высокая башня, мына жерде лабиринт, яғни сызық бойымен жүретін лабиринт. Стена бойынша ориентир жасауға болады. Сумо, сіздерде бұлар төменгі жақта болады, ортаңғы жақтан басталады, бірақ үстіңгі жақта кеглеринг квадра және сызық бойымен жүру сияқты жаңадан полигондар бар, яғни шаблондар бар. Біз оны осы жерде қолдан жасайтын боламыз. Яғни бізде ВРО 2020-ға дейін болса, сіздерде ВРО 2021 Cargo Connect деген болады. Жоқ, ол First Legalic, бізде City Shaperмен бітеді. FLL сіздерде Cargo Connectпен біту керек. ВРО бізде 2020-ның карталары бойынша. Соревнования бізде бұл егер өзіміздің логин паролімізбен кірсек қана бұған қатыса аламыз. Яғни бұл бөлікті біз курс барысында қарастырмаймыз. Яғни SimBasic дегеніміз бізде базовый симуляция, яғни базовый деген бастапқы өзіміз тренировка жасайтын, яғни бірнеше полигондар бізге берілген. Соккер дегеніміз бізде ВРО-ның ережелері бойынша. Ona высокая башня екі роботты біз басқара аламыз, яғни екеуіне де программа орнатып, мына тұрған башняны құлатып, осы қызыл және көк шұңқырға жинауымыз керек, итеруіміз керек, яғни. Так, сумо бар бізде тренировочный поляда, сызық бойымен жүруді біз мейзбен жұмыс жасасақ болады. Мынау клинап бізде кейзеринг орнына, және де роботтың жүрісін үйрену үшін қалай басқару керек, сэндбокс деген песочница, яғни осы симуляцияны таңдаймыз. Тренировочный поле, немесе полигон, немесе шаблон дейміз оны. Ашамыз. Менде сэндбокс алдында өзгертілген болатын. Мен егер жоқ дегенді таңдасам, ол сақталған файлды үстінен қайтадан, яғни рестарт дейді ғой, алдында қалай болды, сол түріне келеді. Егер да десек, онда ол алдыңғы шаблонымыз, өзгерткен шаблонымыз, ол қосылады қайтадан. Әріптестер қосылып жатыр екен қазір. Біздің сабағымыз басталып кетті, жүріп жатыр. Қазір бізде песочница ашылып жатыр. Қалыңыз қалай, Манара? Сізде песочницаны аша берсеңіз болады. Қалдарыңыз қалай, аха? Гүлнар, сізде аша берсеңіз болады. Virtual Robotics Toolkit орнатылса, біз песочницадағы тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бүгін роботты басқаруды бастаймыз, яғни программалық қамтамасыз ету құралын. Бүгін өтпесек те, біз роботты мынау бректит роботтың хаб арқылы басқаратын боламыз.
яғни бірінші сабақта біз таныстық осы хабпен. Мен сіздерге кішкене таныстырып өткен болатын. Бізде 4 раздел бар, мына жерде 4 вкладка. Ол бірінші вкладка соңғы біз іске қосқан программалар, яғни ол программалар миға сақталмаса да, бірақ мынау блокқа жүктеледі да қосылады, яғни соңғы программалар. Бұл жерде пустой болып тұрған себебі біз жаңадан осы песочницаны аштық. Яғни екіншісі бізде файловый менеджер. Бұл жерде алдын ала сақталып қалған программалар, мына жерде байткод, брикпрог 02 және демо деген программа бар, EV3-дің өзінің. Бұны қосып қоюға болады, яғни стандартный сіздердің роботтарыңыздарда осы программа тұратын болады. Осылай тоқтайды. Енді мынау бірінші вкладкаға барсақ, бірінші разделге, бұл соңғы іске қосылған программаны бізге көрсетеді. Так, мынау порт view дегенді де мен көрсетіп кеткен болатын. Бұл жерде барлық датчиктер, роботқа қосылған датчиктерді біз көре аламыз. Яғни қазір біз давайте мына жерге ультразвук қосайық алдына. Сонымен бірге біз датчик цветаны қосайық, сол жағынан датчик касанияны біз оң жақтан қосамыз. Бізде EV3 наборында неше датчик бар, соның барлығы осы жерде қосылатын болады. Және артынан біз гироскоп датчигін қосайық. Біз алдына средний мотор арқылы мынандай көтеретін, үстіге төмен түсетін лифтерді қоссақ болады, яғни содан кейін міндетті түрде біз окей дегенді басу керекпіз. Біз 3 өлшемді көрінісін байқай аламыз мына жерде, иә. Так, енді A, B, C, D деген мына жерде порттарды көріп тұрсыздар. Бұл порттарға біз моторларды, яғни порты, бұлар вывода деп аталады, порты вывода, шығару порттары, яғни электр тоғы бізде сыртқа шығатын болса, яғни күш кететін болса, біз оны порты вывода деп айтамыз. Бұл жерге біз тек моторларды ғана жалғаймыз. Егер сіздер байқамай датчикті жалғап қойсаңыздар, онда ол жұмыс істемейді, яғни хаб оны таппайды. Артында бізде цифрлық порттар бар. Бұл порты ввода, яғни қандай да бір ақпарат блокқа енетін болса, EV3 оны қабылдайтын болса, біз оны порты ввода деп айтамыз. Енгізуді порттары. Бұл жерге біз тек датчиктарды ғана жалғаймыз. Бізде ондай датчиктің түрлері базовый наборда, яғни электрондық барлық компоненттер бізде базовый наборда болады. Ол базовый наборда бізде 2 жанасу датчигі дейді, датчик касания, бір гироскоп датчигі, бір датчик цвета датчигі, содан кейін бір ультрадыбыс датчик. Ультрадыбыстық датчик, бұл ультразвуковой датчик болады. Барлығы 5 датчик, соның ішінде жанасу датчигі 2 штук болады. 2 мотор болады бізде, 2 үлкен мотор, бір средний. Сұрақ қойсам бола ма? Болады. Я, болады. Жақсы, сұрақ жоқ сияқты. Келесі бізде мына жерде USB бар. Біз USB арқылы роботты, USB кабель арқылы компьютермен байланыстыруымызға болады. Немесе тағы мынандай мүмкіндік бар, бұл USB порттың. Мына жерде USB-дің кіші қосатын жағы бар. Мына жерде USB деген тағы бір үлкен порт бар, флешка салатындай. Бұнау үлкен порттан біз жалғаймыз да, мына кіші портқа жалғаған кезде екінші блокқа біз 2 блокты байланыстыра аламыз. Яғни
біз айттық, мына жерде 4 цифрлық порт және 4 символдық порт бар. Яғни, ойлап қарасақ, біз тек 4 мотор ғана жалғай аламыз, 4 датчик қана жалғай аламыз, иә. Бірақ сіздер Sumo Grand деген робот категориясын көрген боларсыздар. Немесе интернетте тағы да басқа ірі бір... Бола ма? Иә. Қоя беріңіз. Естіп тұрмын, айта беріңіз. Роботтар нешеге тұрады? Так, роботтың бағасымен сіздер интернет сайттарда таныса аласыздар. Сразу айта кетейін, бізде Lego EV3 Mindstorms қазір сатылмайды. Олар жаңағы шығарылымда жоқ, производствода жоқ. Қазір Spike Prime деген роботтар, олар 215 мың орташа бағасы, яғни базовый наборға. Spike Prime EV3-дің алдында келеді. Яғни ол егер EV3-ді біз 10-12 жастан бастап оқытатын болсақ, Spike Prime'ді да сол 10-12 жастан... Роботтар нешеге тұрады осындайлар? Ағай. Так, сұрақ түсінбедім. Тура осындай роботтар қанша тұрады деп сұрап отырса, жоқ, бұл роботтар қазір сатылмайды. Бұл роботтар сатылмайды, себебі бұлар өндірісте жоқ, производствода жоқ, бірақ іздеп көруге болады OLX-тан, тағы басқа жерлерден. Жеке қолдануға. Бірақ қазір Spike Prime деген роботтарды шығарып жатыр. Олар кішкене өзгеше бұл роботтардан. Scratch тілінде жазылады, программалау тілі, Python немесе Scratch. Бағасы 215 мың болады ол роботтардың. Средний бағасы. Мен жақсы, баға тағы да басқа жөніндегі сұрақтарға жауап беретін боламын. Аха, қазір бізде 10 минут қалды. Біз жаңағы USB порттың ерекшелігін айттық қой. Бұлай қарап тұрсаңыздар, бұл USB порты Wi-Fi жалғау үшін қолданылады екен. Сонымен қатар, біз бұны 2 блокты жалғау үшін қолдансақ болады. Яғни, Wi-Fi модуль дегеніміз бізде ол флешка тәрізді. Бірақ барлық Wi-Fi модульдар бұған сәйкес келмейді. Яғни, Beeline'ның модемін сіз мына жерге жалғап қойсаңыз, ол Beeline'ның модемі Wi-Fi таратқан кезде, бұл Wi-Fi-ға қосыла алмайды екен. Яғни, оның арнайы модемдері болады. Соны жалғаса ғана бұл Wi-Fi арқылы басқа роботтармен қосыла алады. Сонымен қатар біз егер осы USB-ді екінші роботтың мынау кіші USB-ні жалғайтын болсақ, екі робот бір-бірімен байланысады да, біз мына жердегі 4 датчик емес, уже 2 блокты қосқан кезде 8 датчикті программалай аламыз. Яғни, бір ғана блок программаны орындайды, екінші блок көмекші болады жай. Солай біз 8 блокқа дейін жалғай аламыз. 8 блоктан әрі жалғап көруге де болады, бірақ негізі 8 блок максимум жалғаған осы тізбектей USB жалғау арқылы. Сонымен қатар сіздер мына жерде SD портын көріп отырсыздар. Бұл жерде 64 гигабайтқа дейін, 32 гигабайтқа дейін памяти, флеш-картаның памяти 32 гигабайт болу керек, максимум. Сондай флеш-карталарды салуға болады. Яғни, операциондық жүйенді Python тілінде жазылған, арнайы EV3-ға жазылған операциондық жүйені орнатуға болады. Бұл жерге тағы да басқа файлдарды осы жердегі SD картаға орнатып, EV3 блогында ашсақ болады. Мына жақта динамик орналасқан, неше түрлі звуктарды көрсету үшін. Жақсы, окей дейміз. Бізде сақталды мына жерде. Біз қазір Stop Simulation-де басамыз. Бұл жерде бұл кезде, мына Stop Simulation-ға басқан кезде робот бастапқы қалпына
бастапқы орнына қайтадан келеді, яғни стартовая точка дейді. Или зона по умолчанию роботтың тұратын сол жерге келді. Енді мына порт, порт view, соған кіреміз қазір. Бізде қосылған барлық датчиктар показаниясы осы жерде көрсетілу керек. Қазір бізде датчиктар қосылмапты, біз потому что симуляцияны алып тастадық па, немесе мынаны сақтамадық па. Қазір көрейік. Мынаны қосамыз қайтадан. Так, мына жерде save деген жоқ па? Окей дегенді бастық. Все, көрсетіліп тұр қазір. Датчик касания бізде басылмай тұр, яғни 0 деп тұр. Тач ешқандай жоқ касания. Так, үшінші бізде 100% көрсетіп тұр, датчик түс датчигі. 100% деген бізде ол жарық дегенді білдіреді, яғни өте жарық болып тұр. Қазір ақ бізде освещенияны қарасақ, поляға жарық өте қатты түсіп тұр. Сондықтан бұл 100% болады, ал физически реальный өмірде бұл 50%-дан жоғары болады, яғни 75 болуы мүмкін, 80 болуы мүмкін. Бөлмедегі освещенияға байланысты болады ол. Төртінші бізде ультразвук 255 сантиметрді көрсетіп тұр. Егер біз қазір роботпен жылжып алдыға қарай баратын болсақ, қазір бізге лифттерді көтеру керек болады. Тіреліп жатыр. Мынау қазір азая бастайды. Яғни сіздер астарында энкодер датчигінің показаниясын көріп тұрсыздар, -77-де 100 дейді. Так, 255 деген бізде қазір азаю керек. Алдын, скорее всего, бізде қазір не жауып тұр? Алдын еш нәрсе жауып тұрған жоқ. Бұл қазір 255 сантиметр деген бізде азаю керек еді. Давайте қазір біз лифтерді көтерейік. Ол үшін біз брик програмға барамыз. Брик програм деген бізде программа жазатын бөлік. Так, давайте бастап қалпына алып келейік роботты. Stop simulation. Stop simulationға басқан кезде бізде жаңағы барлығы жоғалып кетеді екен. Жақсы, түсінікті болды. Ол үшін тогда біз F12-ны басып, расширенный режимға кірейік. Так, бізде 4 минут қалыпты. Жақсы, Так, еш нәрсе етпейді. Ультразвукты қосамыз қайтадан. Окей. Қазір лифтерді пока қоспай қояйық, но мынаны басамыз. Қазір алдыға жүргіземіз роботты. Так, stop simulation қайтадан. Так, бұнда біз роботты жүргізе алмайды екенбіз, өкінішке орай. Так, ол үшін біз былай істейміз. Жақсы. Симуляцияны қосып қойып қана біз жүргізе алады екенбіз роботты. Қайтадан порт view-ға барайық. И ультразвуктың значениясы қазір бізде 58 сантиметрді көрсетіп тұр. Стенаға дейін. Яғни арақашықтықты біз осы жерден көре аламыз. Белгілі бір объектке дейін. Ультразвук бізде ұзындығы 255 сантиметр аралығында ғана көреді. 255 сантиметрден асып кетсе, онда ол 255-ті көрсетіп тұрады. Және де оның соқыр зоналары бар. Яғни біз мына жерде 3 сантиметрден жақындап кетсек, онда ол 255 деп көрсетеді. Яғни мына жерде көріп тұрғандарыңыздай өте жылдам жүріп жатыр. 5-пен аяқталады, яғни 5-тен 255-ті деп алайық мына жерде. Мынау тапсырманы орындайтын кезде, осы жердегі тапсырманы орындайтын кезде белгілі бір объектке дейін біз ультразвукты қолдансақ болады. Немесе мына жерде бізде метка бар. Осы метканы қолданып көруге болатын расстоянияны. Ол үшін біз симуляцияны тоқтатамыз. Метканы таңдаймыз. Мына расстоянияны көруге болады бізге. Қазір мынаны алып тастау керек шығар. Жақсы, пока метка қосылмай тұр. Скорее всего, бізде мынаны алып тастау керек. Жақсы. Так, давайте, онда
Қазір менде Zoom теді. Бірде 1 минут 53 секундтан кейін біз қосыламыз да осыған программа жасауды үйренейік да сіздермен. Тек біз модульда ғана программа жазатын боламыз. Пока программный жаңағы обеспечениені қолданбаймыз. EV3 LabVIEWда программаны Brick программда жазатын боламыз. Келесі блок бізде дауысын азайтуға болады мына жерде 100% немесе дауыс қатты шығып кетсе, мынау солға, оңға басу арқылы. Содан кейін мынау қосу, мынау оңға солға, мынау артқа дедік. Так, sleep дегеніміз бізде робот егер ұзақ уақыт қосулы болса, бізде мынау үстіндегі батарейка азая бастайды. Батарейка азаймас үшін кейбір жарыстарда біз sleepті 5 минутқа қоямыз. 5 минут сайын ол өшіп отырады. Never десек, ол ешқашан өшіп қалмайды. Яғни never, сосын 60 минут, никогда деген сөз never, 30 минут, 10 минут, және 5 минут. Жарыстарда біз 5 минут сайын оны өшіріп отыруымыз қажет. Bluetooth арқылы байланыстыру үшін біз Bluetooth деген бөлікке галочканы басуымыз керек. Visibility деген бізде оны қосады, яғни көрсетеді, басқа Bluetooth-дарға. Bluetooth-да міндетті түрде қосамыз. Мына жерде галочкасын басамыз. Біз осы жерге келіп тоқтаған болатынбыз. Мен Zoom аяқталып қалды. Мына жерде дауысты азайтуды көрсеттім. Жарыстарда мына sleep деген время ожиданияны қалай қосу керек екен, жаңағы спящий режимға кетіп қалатын, оны көрсетіп бердім. Не себепті қолданылатынын айттым. Wi-Fi деген бізде тек Wi-Fi модуль ғана қосылып тұрса ғана қолданамыз. Virtual Robotics Toolkit'та ол әрқашанда қосулы болуы қажет. Яғни Bluetooth-ды біз не үшін қосамыз? Егер ноутбук немесе тағы басқа құрылғымыз біздің Bluetooth-ды қабылдайтын болса, немесе қашықтықтан біз ұялы телефон арқылы роботты басқаратын болсақ, Bluetooth-ды біз активация жасауымыз керек, яғни Bluetooth-ға галочка басамыз. Бұл жерде visibility деген біздің Bluetooth-ымыз көрініп тұру керек. Сосын, егер бізде iPhone немесе iPod болса, онда біз осы галочканы басамыз. Нағыз өмірде, шынайы өмірде бізде мынау Bluetooth деген өзі отдельно қосылады, яғни iPhone, iPodсыз осылай тұрады. iPhone жалғайтын болсақ, біз осы кнопканы міндетті түрде активация жасауымыз керек, осы чекбоксты. Содан кейін біз галочканы басамыз. Яғни бізде Bluetooth және Wi-Fi активный болып тұр. Біз шынайы өмірде өзіміздің EV3 модульдарымызға Wi-Fi-ды активация жасаудың қажеті жоқ, себебі біз Wi-Fi модуль қоспаймыз оған. Brick name дегеніміз бізде мынау роботтың аты, модульдің аты. Енді үстінде мына жерде батарейканың индикаторы тұр, яғни бұл қара болып тұрса, яғни бізде заряд толық деген сөз. Мына жерде соединение, яғни Bluetooth арқылы байланыстыруға болады, Bluetooth қосулы деген сөз. Мынау Wi-Fi арқылы байланыстыруға болады, Wi-Fi қосулы және Wi-Fi байланысып тұр деген сөз. Бұл түсінікті болады деп ойлаймын. EV3-ді өшіру үшін біз мынау артқа деген кнопканы басамыз, жалғыз тұрған сол жақтағы кнопка. Содан кейін галочканы басу арқылы біз Wi-Fi-дан шығамыз. Содан кейін EV3-дің өзінің программасына келетін болсақ, біз пока мына интерфейсті әлі өтпейміз. Бүгін бізде блоктың өзімен программа жасау және блоктағы барлық модульдармен танысу. Программалық модульдар. Бізде USB арқылы жалғанса, мына жерде USB қосулы болады. Так, не сейчас. Обновление встроенного по деген бізде прошивка. Бұл прошивка арқылы біз EV3 мен жаңағы модуль EV3 мен компьютерді байланыстырамыз.
обновление сұраса, міндетті түрде обновление жасау керек. Әйтпесе кейін EV3 қатып қала беретін болады. Bluetooth арқылы байланыстыру керек болсақ, мына галочканы басамыз да, Bluetooth'да міндетті түрде алдын ала компьютерға жалғап қосып аламыз. Содан кейін ғана барып, мына галочка басқан кезде бізде мынаны обновить деген кезде ол обновление жүреді. Мынау қызыл бізде отключить, яғни қосылып тұрған устройствоны біз өшіріп тастаймыз мына жерден, ағытып тастаймыз. Мына жерде біз просмотр портов, яғни қандай порттарға не жалғанып тұрғанын көре аламыз. Яғни стандартты түрде бізде B және C және D үлкен моторларға арналады. A порты бұл средний моторға, яғни ортаңғы моторға арналады. 3 бізде датчик цвета, 2 бізде гироскоп датчигі, 1 бізде датчик касания болу керек. Шатыспасам, немесе осы екеуін орны ауысып тұрады. Так, бізге кім кіріп отыр? Аха, 3 кісі кіріп отыр бізге. Так, мынау программаны тек роботқа жүктейміз, бірақ оны қоспаймыз. Ол файловый менеджерде тұрады. Екіншісі біз жүктейміз роботтың миына және оны қосамыз сол арада. Ол мынаған сәйкес болып табылады. Мына жерде жасылды бассақ, оранжевый блоктың ішінде, яғни начало программы. Осыған бассақ, роботтың миына жүктеледі де, ол сол сәтте орындалады программа. Үшінші бізде мынау астындағы ол белгіленген бір бөлікті жай қосады роботта. Бірақ роботтың миына жүктемейді. Жаңа сәйкес дыбысты естідіңіздер. Мына жерде run selected деген тұр, яғни белгіленген бір программаның бөлігін ғана біз қостық, және ол осы жерде көрсетілді бізде. Virtual Robotics Toolkit'та біз бірнеше роботты қосатын болсақ, екінші робот жүктейтін болсақ, екі роботтың арасында былай өтуге болады. Мына жерге екінші робот тұрады. Екінші роботта то же самое, осындай интерфейс болады. Мына жерде Wi-Fi арқылы байланысқан кезде екінші робот тұрады. Біз екі роботқа мынау галочканы чекбокста өзгерту арқылы қосыла аламыз. Екі робот алмастырып тұра аламыз. Жақсы. Мен кешіріңіз, прошивка қай жерден жасалады дедіңіз? Прошивка ең алғаш рет роботты компьютермен байланыстырған кезде, компьютердегі мына Lego Mindstorms'тың программасымен байланыстырған кезде, ол автомат түрде прошивканы жаңартуды сұрайды. Яғни прошивка бұл программный обеспеченияның прошивкасы, яғни соңғы версиясы болуы мүмкін мына жерде. Немесе біз инструменты обновление встроенного ПО дегенді басу арқылы прошивканы өзгерте аламыз. Бізде доступно встроенное ПО EV3 firmware 1.09, текущая версия встроенного ПО в 1.09e. Яғни роботта бұдан ескі прошивка болса, онда ол оны жаңартуды өзі ұсынады. Яғни ұсынбаса, онда қолдан... Обновление үшін тұрама сонда? Обновление не үшін керек? Себебі обновление жасалмаса, роботты кейін бір-екі рет қосқаннан кейін ол қатып қала беретін болады. Яғни робот қатып қалса, біз мына комбинация клавиш арқылы прошивканы сброс жасай аламыз. Кнопка отмена, ортаңғы кнопка және соңғы кнопка үшеуін қатар ұстап тұрамыз. Комбинация клавиш болады бізде. Осындай үш бұрыш жасаймыз да. Бұған қаны? Робот экраны қатып қалса, бізде батарейканы алу жарыста өте қиын болады. Себебі біз роботты құрастырған кезде жарыста батарейка тұратын отсектің бәрін жауып тастаймыз. Блок бізде ортасында қалады. Сондықтан барлық конструкцияны бұзбау үшін біз осы үш комбинация клавиш жаттап алуымыз керек. Яғни мынау ортаңғы сол жақ клавишаны, сосын кнопка отмена. Осы үш клавишті басу арқылы біз прошивканы сброс жасаймыз роботтың өзінен. Содан кейін қайтадан компьютерға USB арқылы жалғаймыз да, компьютер бізге прошивканы жаңартуды сұрайды. Сол кезде біз онымен келісіп, соңғы сақталған программаны қайтып жүктейміз.
Ішіндегі программаларды біз қалай өшіре аламыз? Яғни мынау run select дегенді мен мына жерде сіздер көріп отқандарыңыздай I деген информация модулі дегенге кіремін. Содан кейін мына жерде открыть обозреватель памяти, немесе бұл обозреватель памяти бізде инструменты обозреватель памяти деген жерде тұрады. Яғни бұл жерде бізде екі память бар, SD карта деген біздің флешкамыз. Флешка бізде неактивный. Модульдің өзін қараймыз. Модуль дегеніміз біздің компьютермен салыстырсақ, жесткий диск сияқты. SD карта біздің флешка сияқты. Модуль деген көк болып жанып тұр, яғни памяти барлығы 6 мегабайт қана екен. Біз жүктеген программалардың барлығы 739 килобайт. 739 килобайтқа ол BrickProc Safe деген жатады. Оның ішінде бізде демо бар. Осы стандартный программалар бар, және project бар. Біз projectті өшіріп тастасақ болады мына жерден. Project бізге керек жоқ, ол project дегенді біз project арқылы қостық. Бұл егер керек емес программаларды өшіру керек болса, немесе прошивканы обновить еткеннен барлық программалар жойылып кетеді. Ол түсінікті деп ойлаймын. Енді ең бастысы, мынау мотор контролды мен бірінші сабақта көрсеткен болатын. Мотор контролды біз қай уақытта қосамыз? Егер бізде екі мотордың жұмысын тексеру керек болса, қосылған дұрыс қосылды ма, қосылмады ма, бізде B мен C қосылған, ортасын басамыз да, мынау стрелкалар B мен C-ға ауысты, B плюс C. Яғни үстіге бассақ, бізде ол B моторы қозғалу керек. Яғни B моторы алға қозғалады. B мотор деген бізде сол жақ мотор алға қозғалды. Астыға бассақ, сол жақ мотор, B моторы бізге артқа қарай жүру керек. Біз дұрыс қосыппыз. Яғни B-ны қайсы екенін таптық. Осылайды табуға болады, егер сымдар шатысып жатса. Немесе мотордың дұрыс істеп тұрған, істемей тұрған осылай тексеруге болады. Яғни программа қосамыз, мотор айналмай тұрады. Осы арқылы қосамыз, ол алдыға жүреді, бірақ артқа жүрмей қалса, онда мотордың износы болды. Яғни мотор ескірді, немесе ішіндегі щеткалары кетіп қалып деген сөз, жанып кетуі мүмкін. Ішінде ол щет ішінде моторлар. С дегеніміз бізде оңға және солға. Солға бассақ, ол артқа жүреді. Оң жақ мотор. Оңға бассақ, ол алға жүреді, оң жақ мотор. Яғни бізде А деген, ол егер средний мотор болса, қазір бізде көтеру керек болады, бір нәрсені түсіру керек болады, лифтерді қоссақ егер. Жақсы, бұл түсінікті деп ойлаймын. Үшінші бізде Air Control мен оны түсіндірген болатын. Егер екі порт арқылы біз жаңағы екі пульт жалғасақ, инфракрасный датчикпен, сол кезде ғана оны тексере аламыз. Brick Program және Brick Datalog деген бар. Brick Datalogты біз жаңағы эксперимент жасаған кезде ғана қолданамыз. Әр датчикіне қалай жұмыс істеп тұрған тексеруге болады. Көбінесе сіздерде ол Brick Datalog деген болмайды. Бізде Brick Programға дейін ғана болады да. Біз Brick Programда былай программа жасаймыз. Яғни Brick Program дегеніміз ол жаңағы EV3 блогы, ол өзі бір операциондық жүйе орнатылған блок болып табылады. Ода Linux операциондық жүйесі орнатылған. Осы арнайы EV3 модуліне жасалған. Ол жерде біз өзіміз программа жасай аламыз. Оның өзінің файловый менеджері бар. Яғни сол жақтан бастайық. Мынау сақталған программаларды ашу дегенді білдіреді. Яғни мына жерден біз таңдай аламыз. Оны орындай аламыз. Bytecode деген программаны аштық да, например, ол bytecode деген бізде пустой екен. Так, содан кейін біз қазір мынаны бассақ, бұл біз жасаған программаны сақтау деген сөз. Мынау программаның басы оранжевый блок болды бізде мына жерде. Тура соны білдіреді. Бірақ бұл жерде бізде программаның соны жоқ. Программаның соны бізде цикл итерациясы болады. Яғни итерация дегеніміз бізде ол неше рет орындалуы керек, немесе бесконечный цикл болады. Біз 10 рет қайталауға болады бір программаны.
немесе 1-ден 10-ға дейін, немесе бесконечно оны орындай аламыз. Режимге кіру үшін біз ортаңғы кнопканы басамыз, содан кейін мынандай стрелка шығады үстіге астыға. Яғни үстіге бассақ, біз итерация санын таңдаймыз, немесе шексіздігі. Программа бесконечно шексіз орындалатын болады. Жылжыту арқылы біз мынандай штрих сызықты көріп отырмыз, ортасына жылжытсақ. Стрелка үстіге қарап тұр, яғни үстіге кнопканы бассақ, үстіңгі кнопканы бассақ, біз EV3 блогындағы мынандай блоктарды көреміз, яғни мынау блок екі моторды қозғалту. Екі мотор міндетті түрде B және C порттарына жалғану керек болады. Робот дұрыс жүру үшін B порты сол жақ мотор B портына жалғану керек. C порты дұрыс робот жүру үшін оң жақ мотор C портына жалғану керек болады. Ортаңғы мотор бізде жалғыз тұрған мотор, ол A-ға жалғану керек болады. Жалғыз тұрған үлкен мотор D портына жалғану керек болады. Программа жұмыс жасау үшін, яғни дұрыс жұмыс жасау үшін. Біз енді роботты алдыға жүргізіп көрейік. Егер біз тек екі моторды ғана таңдайтын болсақ, және де программаны бір рет орындайық. Так, ары қарай жүрмей. Программаны жүргізіп көрсек, робот жүрген жоқ. Бұл не себепті деп сұрасаңыздар, себебі мына блок орындау үшін ол белгілі бір іс-әрекетке дейін орындау керек, яғни условия болу керек, шарт болу керек. Ол алға жүрген кезде ол шексіз алға жүре алмайды, сондықтан оған біз белгілі бір условия береміз. Яғни мына жерге қарасаңыздар, мотордың жанында бізде стрелка тұр, оңға деген. Яғни бұл стрелка нені білдіреді екен? Бұл стрелка бір команданы білдіреді екен. Бұл команда делай, яғни істе, бұл тек істейді. Енді жди деген команда болу керек, бізде бір нәрсені күт дейді, яғни алдыға жүр, пока деген бізде условия болу керек, шарт болу керек. Пока біз мынандай таймер болады, алдыға жүр, пока ультразвук, допустим, ультразвукты таңдайық, мынау бізде ультразвук, ортасын басамыз, үстін қарасаңыз 4-ші портқа жалғанған ультразвук. 60 сантиметр болмағанша дейін ультразвуктың мәні алдыға жүр. 60 сантиметр болса, онда программа аяқталады. Блок мына жерде аяқталмаған болса, осы жерге келеді, программа аяқталады. Программа бір рет қана орындалады. Жүргізіп көрейік енді. Мына жерде 60 сантиметр болды, ара қашықтық. Біздің роботымыз тоқтады. Жақсы. Ультразвук бізде 60 сантиметр болса, ол тоқтады. Артқа қайтарайық. Артқа қатыру үшін мен S деген кнопканы бастым. Мына жерде сол жақ астында қарап тұрсаңыздар, менде клавиатура активный, яғни роботты мен клавиш арқылы басқара аламын, жүргізе аламын программасыз. Так, давайте енді мына жерге басқа мән беріп көрейік, яғни қандай тағы да ждилар бар. Бізде датчик цвета, датчик цвета 3-ші портқа орнатылу керек. Бізде қазір қараймыз, датчик цвета жоқ екен. Давайте датчик цветаны қосайық. Color sensor. Сол жаққа қосуға болады, және оң жаққа қосуға болады дейді. Сол жағынан қосайық, және окейді басайық. И роботты біз оңға бұрылтайық та. Қызыл цвет болған кезде тоқта дейік роботқа қазір. Мына жерде бізде қара цвет, біз ортаны басамыз. Red деген таңдап аламыз. Red дегеніміз бізде 5-ші номер екен. Жақсы. Қызыл цветті көрген кезде ол бізде тоқтайды. Жүреді. Қызыл цветті көрді, тоқтады. Түсінікті ғой, роботты алдыға жүргізу үшін біз delay деген команда ол алдыға жүргізу, мынандай моторлар. Яғни белгілі бір команданы күтеді, жди деген. Осыдан кейін біз программный блокты жалғастырсақ болады. Яғни ол алдыға жүргеннен кейін, қызылды көргеннен кейін тоқтады ғой, біз оны жалғастырсақ болады.
солға бұрыл деп. Яғни давайте жазып көрейік. Қазір робот қызылды көреді. Қызылды көргеннен кейін солға бұрылады. Ол үшін біз қайтадан роботты бұрылтамыз қызылға. Қызылды көрген кезде робот оңға бұрылу керек. Яғни бұрылысты өтейік. Аха, Б мен С және біздің роботымыз солға бұрылу керек. Біз режимге кіреміз. Екі мотордың режиміне. И давайте солға бұрылсын. Солға бұрылады. Енді қараңыздар, ол солға біз белгілі бір уақыт аралығында бұру қажет. Солға 90 градусқа бұрылсын деп айтсақ, себебі егер біз уақытты қоймасақ, ол бір орында айналып қалуы мүмкін, немесе ол белгілі бір градусқа жетпеуі мүмкін. Так, онда давайте қазір біз мына жерге уақыт қояйық. Немесе гироскопты қойып 90 градус деп жазсақ та болады. Гироскоп бізде бұрылу және бұрылу үшін қолданылады, бұрылыстар үшін қолданылады. Біз оның орнына давайте мындай таймер қояйық. 0,5 секунд бұрылсын, содан кейін тоқтайды. Так, EV3 блокты біз алып кетейік. 90 градусқа бұрылту керек роботты. Бізде 45 градусқа бұрылды, яғни 0,5 дегеніміз бізде 45 градус екен. Сәйкесінше 1 секунд бізде 90 градус болады онда. Роботты қайтып артқа алып келеміз. Бізде робот 90 градусқа бұрылу керек қызылды көрген кезде. Приблизительно 90 градусқа бұрылды, бірақ идеально емес. Бізде идеально бұрылу үшін біз роботтан симуляциясын тоқтату керекпіз. Так, сонда біз қазір 90 градусқа оңға бұрылып керек. Так, алдыға жүрсін. Мынаны алып тастаймыз. Алып тастау үшін біз блокты басқа блок таңдасақ болады, немесе корзинаға оны апарып тастасақ болады. Блок өшті. Қайтадан үстіге басамыз. Таймерді таңдаймыз қазір. Біз айттық, ол 1 секунд. «90 градус» дедік. Енді көрейік. Алдыға жүреді 1 секунд, содан кейін солға бұрылады. 90 градус болды, міне, яғни 1 секундтың біз 90 градус екеніне көзіміз жетті. Давайте осыны квадрат деген тапсырма жасап көрейік, яғни робот квадрат бойынша жүру керек. Ол үшін біз осы программаны 4 рет қайталаймыз. Итерация қойдық 4 рет. И роботты қайтадан жүргізейік. Қарап отқандарыңыздай, әр жүрген сайын робот ошибканы өзінің бойына жинайды, яғни қайтадан жүргізейік. Мына жерде 90 градусқа жетпеді, мына жерде 90 градустан асып кетті. И соңында ол өзінің орнына қайтып келген жоқ. Бұл не себепті болады? Себебі мынау робот, егер біз компьютерлік әлемде болсақ, бұл идеально жүру керек болады. Бірақ мынау біздің Virtual Robotics Toolkit шынайы өмірге сәйкес келеді, яғни симулятор шынайы өмірде робот қандай іс-қимыл жасайды, соны қайталауға тырысады. Яғни роботтың моторларының ішінде энкодер деген датчик болады. Датчик энкодер ол оборот санын санайды. Яғни датчик энкодердің ең кемшілігі, ол осы оборот санын бір-біріне қосып отырады әр кезде. Ошибкалар бойына жиналып отырады. Накапливать ошибки дейді. Оның осы кемшілігі бар. Яғни біз оны моторлардың мәнін сброс жасау арқылы жойып отырамыз. Яғни ол бұл жерде жасалмайды, ол тек компьютерлік программада ғана жасалады. Так, біз бұл программада тағы не істей аламыз, не себепті мен сіздерге осы программаны көрсетіп отырмын. Давайте қарапайым программа жасауға болады.
Бұл программаны біз тағы да мынандай категориялар бар. Арқан тарту, механикалық сумо деген сияқты. Ол категорияларда робот тек алға немесе артқа ғана жүру керек болады. Сондай кездерде біз компьютерді өзімізбен бірге алып жүрмес үшін осы EV3 блогында жазсақ болады. Жазылған программаларды біз міндетті түрде памятке я роботтың жадысына сақтап отыруымыз қажет. Мынау дискетаның картинкасына басып. Так, тағы біз не істей аламыз? Так, жұмыс жасау үшін бізге қазір бір полигонды ашу керек болады. Так, давайте новый. И лабиринтті таңдайық мына жерде. Немесе мына Clean Up Challenge. Қарапайым кегелинг программасын қалай жазылатын, немесе интеллектуалды сумо программасын осы EV3 модулінде қалай жазу керек екенін сіздерге көрсетейін. Так, бізде мынандай робот бар. Бұл роботта тек датчик, ультразвук бәрі қосылыпты, жақсы. Онда біз былай істейміз. Так, роботты қосамыз. Окей. Қосылды. Брейк программға кіреміз. Бізде мынандай алгоритм болу керек. Робот орнында айналып тұрады. Пока, бір шарт болады. Ультра дыбыс датчик мынау алдындағы объекті көрмегенше дейін. Бізде алдындағы объект мынандай высокая башня, бірнеше детальдардан құралған. Бұл детальдарды көрген кезде робот соған жүру керек болады. Ол жүреді, пока мынау датчик цвета ақ цветті көрмегенше дейін. Мынау цвет қараңғы цвет қой. Ақ цветті көргенде ол артқа қарай қайту керек, ортаға қарай. Содан кейін программа қайтадан іске асады, яғни цикл қайтадан басталады. Соны орындап көрейік осы программа арқылы. Робот басында айналып тұрады. Бізге оңға емес, солға айналған дұрыс болады программаның басында. Робот солға айналады. Пока ультразвук оны көрмегенше дейін. Қандай расстоянияда? 120 сантиметр бола берсін. Бізге ол ешқандай әсер етпейді. Алыстан көрген даже жақсы. Содан кейін ол алға қарай жүру керек. Максимал жылдамдықпен жүреді. Ақ түсті көрмегенше дейін. Біз түс таңдау режимінде жұмыс жасай аламыз, немесе яркость отраженного цвета дейді, яғни шағылысу цветінде, яғни 50 сантиметрден бізде үлкен болса, бұл жерде кіші болса деген ол қара цвет, қараңғы цвет, үлкен болса дегеніміз бізде ол жарық цвет. 50 сантиметрден үлкен немесе тең болса, 65-75-тен үлкен болса, 65 жарайды. Содан кейін робот бізде қайту керек артқа. Робот артқа қайту керек. Артқа, давайте ол 2 сантиметр. Так, біз оборот санына байланысты қайтатын қоя алмаймыз. Сондықтан біз секунд санын қоя аламыз. 2 секунд артқа қайту керек. Давайте бұл іс әрекетті ол шексіз орындасын. Қарапайым кегелингтің программасы, немесе сумоның программасы. Іске қостық, көрді, жүрді. Датчик ақ цвет көрген кезде ол қайтады. Программа қайтадан орындайды. Примерно ортасына дейін барады. Қазір анау түспегенше дейін бұл жүреді. Яғни бұл жерде компьютерде жазсақ программаны, анау тұрған высокая башняның деталіне ол екінші рет бармас еді. Мына жерде қазір ультразвук датчигінің жұмысына байланысты бұл робот ультразвук датчигі қалай көреді, ол алдын тік көрмейді, адам сияқты какой-то бір угол обзора болады одан.
угол обзора бул жерде 120-130 градусты курайды, яғни қазір ол толық барып айналып тұрған жоқ мына жерде. Сәл айналды, и біздің қазір программамыз ешқандай іс-әрекет болмаса тоқтайды деген программный кодты біз тек жаңағы компьютерда ғана жаза аламыз. Мына жерде ол бесконечно орындала береді, яғни батарейка отырғанша дейін. Қарапайым программаны осы да жазып шықтық, яғни бұны сақтап, біз Sumo және Keylink программаларында қолдана аламыз. Яғни 50 сантиметрдан, Әділбек, кешіріңіз, 50 сантиметрдан аз болса, ол қара түстер ма, темный түстер ма? Жаңа солай ма, или? Енді қараңыз, датчик цветаға келетін болсақ, тоқталатын болсақ, датчик цветаны біз 3 режимде қолдана аламыз. Соның 2 режимін біз жарыста қолданамыз. Яғни түс режимінде ол 8 негізгі леганың 7 түсі дейді, және 8-шісі ол түс анықталмаса, белгісіз түс болса, сондай режимде қолданамыз. Яғни түстерді ол цифрмен бізге береді. 1 қара, 5 қызыл, 4 көк деген сияқты, 6 ақ. Бұл бір режимі. Екінші режимі ол освещение, шағылысу, яғни яркость отраженного цвета дейді, яркость отраженного цвета, яғни біз какой-то бір процент аламыз, 100%-ке дейін, 0-ден. 0 деген сол мүлдем қараңғы түс, яғни қап-қара деген сөз. 100 деген сол өте жарық деген сөз. Күнге қаратып қойсақ, ол 100-ді бізге айтады. Негізі төбеге қаратса датчикті, ол 0 деген пайызды береді бізге. Не себепті? Себебі датчик шағылысқан түсті ғана көре алады. Яғни өзі ультразвук сияқты жұмыс жасайды, белгілі бір цветті жерге жібереді, ол қызыл түсті болу керек. Осы қызыл түсті ол қайтадан өзіне қабылдау керек. Осы қабылданған цвет ол пайыз түрінде келеді, яғни жарық болып келсе, ол 100% болады, егер ол қайтпаса, ол 0 болады. Жарық қайтпай қалса 0 болады, егер жұтылса жарық. Енді қараңыз, 50%-дан төмен болса, ол қараңғы деп есептелінеді, яғни қара цвет деп есептелінеді. 50%-дан жоғары болса, онда ол жарық цвет деп есептелінеді. Яғни қайтып келген цвет 50%-дан жоғары болса, ол жарық цвет, яғни робот өзін ақ түсте тұрмын деп ойлайды. 50%-дан төмен болса, онда ол робот қара түсте тұрмын деп ойлайды өзін. Қараңғы жерде тұрмын деп ойлайды. Осы барлық айырмашылығы. Негізі мына жерде қара түстен басқа, тағы да басқа түстер болғандықтан біз отраженный цветті қолданғанымыз дұрыс жарыстың кезінде. Пайызбен жазамыз. Тағы да басқа тапсырмаларды орындауға болады мына жерде. Барлығын біз қазір корзинаға салсақ болады, немесе мына жерде басқа блокты таңдау арқылы мына блокты алмастырамыз. Соңғы блокты мен қалдырамын. Соңғы блок бізде мынау 2 секунд. Давайте осыны біз картинка көрсетіледі мына жерде. Бірінші картинка, яғни өзінің леганың картинкалары ол цифрмен белгіленеді. Қазір қандай картинка екенін біз көрейік. 2 секунд көрсетілсін. Содан кейін мынандай сөз айтылсын. Тағы 2 секунд. Іске қосып көрейік. Бізде көздің суреті тұр. 2 секундтан кейін ол hello деген сөзді айтты. Бұл программа бесконечно орындалады, яғни шексіз орындалады, яғни программа аяқталу үшін бізде мына жерде шексіздікті бірге ғана қоюымыз қажет болады.
программа орындалғаннан кейін программадан шығады. Тағы да өздеріңіз эксперимент жасап көрсеңіздер болады. Ең бастысы мынаны ұмытпаған жөн. Мынандай командалар, программалық блоктар, делай деген, яғни істе деген командалық блоктар, жди деген командалық блоксыз орындалмайды. Мынау бір дегенді біз бір рет қана орындалады дедік, бірақ сонымен қатар шексіз орындайтын бір командный блок бар, оператор бар, жди деген. Ол мынау. Қараңыз, бұл жерде сурет шексіз көрсетіліп отырады, бірақ біз кез келген мына кнопканы басқан кезде программа аяқталатын болады. Осы кнопканы баспағанша дейін программа жұмыс жасап тұрады. Кез келген кнопканы басамыз, программа өшті. Яғни біз осы арқылы сызық бойымен жүретін программаны жасасақ болады. Осы EV3 блогы арқылы. Ол үшін біз кіреміз. Сумманы көрсеттім, кегелдеңді көрсеттім. Лабиринтті де жазсақ болады осы программа арқылы, бірақ лабиринт кішкене қиындау болады сіздерге. Бұл программа арқылы. Басқа программаны таңдаймыз, мынада көрсетілмейді бізде. Себебі робот өте жылдам жүреді, оны біз программада ғана жасай аламыз. Жақсы, оны кейін көрсететін болам басқа программада. Негізі алгоритм осы бізде. Ақта тұрса қараға қарай ұмтылады, қараны көрсе аққа қарай ұмтылады. Осы біздің линейный программамыз. Үйге тапсырма, алдыңғы тапсырмаларды орындау, осы Virtual Robotics Toolkit'ті жазып орнату. Келесі сабақ бізде Lego Mindstorms EV3-ді программалық қамтамасыз ету құралында программа жазатын боламыз, және басқаратын боламыз сонда. Тапсырма түсінікті болса, онда сау болыңыздар. Ертеңге дейін сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады.